Сәлем қыздар, бүгін сіздермен бірге ерекше дәмді шығатын кешкі астың түрімен бөлісетін боламын. Ол үшін менің видеомды соңына дейін қарап, сіздер жасап көріңіз. Тауықтың еті, пияз, помидор, болгар бұрышы, картошка керек болады. Чеснок болса, чеснок қосып жіберіңіздер. Осылай сүйқымайымызды құйып, қыздырып аламыз. Пиязымызды саламыз. Пиязды осылай ірі етіп турадым. Ашып, осылай салып шығатын боламыз. Кешкі асқа күнде бір тамақты істегеннен осылай арасында ерекше тамақтарды жасап тұруға болады. Первыйға суп жасасаңыз да болады қосымша. Міне осылай пиязын, помидорын, етін салып алдық. Тауықтың етінің орнына сиыр етін, қой етін қоссаңыздар болады. Міне кезек-кезегімен енді соңында картошкамызды саламыз. Әбден қуырамыз. 10-15-20 минуттай қуырамыз. Кейіннен болгар бұрыштарымызды салатын боламыз. Менде арасында полгорки перец бар. Дәмдеуіштерімізді саламыз. Приправаларымызды салдым. Тұзымыздың дәмін келтіріп, жарты ас қасық тұз саламыз. Қара бұрыш, қызыл бұрыш қоссаңыздар болады. Міне жарты стакан суымызға томатымызды араластырып алдық әбден. Үстіне құятын боламыз. Менде мына жерде түспей қалған не қоссаңыздар болады жаңағындай. Соя соус қуырып жатқан кезде 3 қасықтай соя соус қосып жіберіңіздер. Және күрішіміз оны қайнатып, астын басып қайнап тұра береді. Оға дейін біз гарнирімізге күрішті дайындайтын боламыз. Ол үшін біз осындай күріштерімізді жақсылап жуып, майымызды сәл көбірек құйып, қыздырып аламыз. Қатты қыздырмаңыздар, етпесе шашырап нет кетеді. Қыздырып, осылай күрішімізді саламыз. Мен 2 кесе күріш салдым. Осылай күрішіміз ауырлап бір-біріне тығыздалған кезде өзі білінеді. Сол кезде суымызды құямыз. Жарты ас қасық тұзымызды саламыз. Суымыз бетпе-бет болу керек. Күрішпен бетпе-бет. Қатты көп, қатты аз болмау керек. Және осы қайнап тұрған сәтінде сарымай салып жіберсеңіздер болады. Мен кейіннен салдым. Не бір 10-20 минуттан кейін осындай қалыпқа келіп, бір араластырып, жақсылап қайтадан бір 10-15 минутқа қоямыз. Мінекей 10-15 минуттан кейінгі міне дайын болды. Енді оны кесемізге салып, әдемелеп, подлимізді салып, дастарханға ұсынамыз. Осында ерекше дәмді тағамды жасап, отбасыңызды сіз де қуантыңыз. Менімен болғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.